Сәбит Мұқанов әдебиетіміздің ірі өкілі, барлық жанрда бірдей ең көп жазған жазушы. Ол қоғам қайраткері, ғалым, академик. Сәбит Мұқановтың ең ерекше туындысы «Аққан жұлдыз» деп аталады. «Аққан жұлдыз» романы 2 кітаптан тұрады. Бұл шығарма атақты ғалым Шоқан Уәлиханов туралы көптеген зерттеу, маңызды еңбектерге, фактілерге негізделіп, Шоқан болған жерлерге саяхаттау жасау нәтижесінде өмірге келген шығарма. Шоқан өмірінен алынған «Аққан жұлдыз» атты романын жазып, оның 2 кітабын шығарды. Жазушы 4 том ретінде жоспарлаған бұл роман аяқталмай қалған. Осы «Аққан жұлдыз» романында Шоқанның ата-бабасы, ол дүниеге келмей тұрған кездердегі қазақ тарихына қатысты мәліметтерді де мол қамтыды. Оның балалық, жастық шағын оқып, қоғамдық іске араласуын тәлпіштеп ұзақ суреттейді. Қырғыз хандарының ұрпағы және орыс армиясының офицері Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов шығыстану көгінен құйрықты жұлдыздай ағып өтті. Орыс шығыстанушылары оны бір ауыздан ерекше құбылыс деп мойындап, болашақта түркі халықтарының тағдыры туралы ұлы және маңызды жаңалықтар ашады деп үміттенген еді. Бірақ Шоқанның мезгілсіз дүние салуы бізді бұл үміттен айырып отыр. Ол 30-ға толар-толмастан өкпе ауруынан қайтыс болды. Құйрықты жұлдыздай ағып өткен Шоқанды тарихта ешқашанда ұмытпайды.